Айғаным ханым, ақша деген өзі не? Мәселен, ол біреуде бар, келесі біреу айлығынан шайлығына ақшасын жеткізе алмайды. Мұның сыры неде? Ақша деген бірінші орында ол қарым-қатынас. Ақша бірінші қарайық, ол қалай келеді сізге, иә? Ақша ол сізге адам арқылы келеді. Демек, адаммен қалай қарым-қатынас құрасыз, ақша сізде соншалықты болады. Сол үшін біз фокусты қарым-қатынасқа қоямыз. Мәселен, бұрын қарым-қатынаста жақсы болып табыс түсіп жатты, миллионер болды. Бұл сол қарым-қатынас оны үзіліп қалған жоқ қой. А бірақ ода табыс үзілді. Енді мұны қалай түсіндіруге болады? Қараңыз, миллионер болды дейсіз, иә? Миллионер болу үшін оның мысалға қандай да бір кәсібі болады. Сол кәсіптерде ол кімдермен қарым-қатынас жасайды? Адамдармен қарым-қатынас жасайды. Бизнес ашқан кезде адамның либо өзі ашады, оның қарауында адамдар болады, либо ол серіктеспен бірге ашады. Серіктесімен бірге сапалы құрған қарым-қатынастың арқасында олардың кәсібі жақсы жұмыс жасайды. Кәсібінің жұмыс жасағанына байланысты ол ақша болады. Ал енді мысалға серіктестермен жақсы сапалы қарым-қатынас құру үшін несі, олар өзара арасында келісім-шарттар орнатады. Сол келісім-шартта қарым-қатынасты қалай құру керек? Оның ішінде не нәрселерді учитывать ету керек? Осылардың бәрі сол келісім-шартта жасалынады. Сіздің кәсібіңіздің сатып алатын товарды, оны қайтадан кім алады? Адам алады. Демек, сіз тек қана өзіңіздің жаныңыздағы серіктесіңіз және сіздегі қарауыңыздағы адамдармен ғана емес, сіздің тұтынушыларыңызбен де қарым-қатынас құру маңызды. Сіз өзіңіздің кәсібіңіздің қаншалықты құнды екенін, адамдарға ол қаншалықты пайдалы екенін туралы айтасыз ғой. Яғни сіз оны адамдарға жасап жатсыздар ғой. Тұтынушылармен қарым-қатынас құру арқылы, ол қарым-қатынас қалай құрады? Жаңағыдай презентация, реклама, жаңағыдай сұрақ-жауап, осыны құру арқылы сіз адамдарға жеткізесіз. Сізде мынандай жаңағы товар бар, немесе сізде мынандай услуга бар деген сияқты.